Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен жаңа сериал түсіретін боламын. Бізде бұл жаңа сериалдың тақырыбы мектептегі буллинг. Достар, енді бұл сериалды мен подписчигім ұсынған болатын, яғни осы қыз осы сериал түсірші депті, сондықтан түсіретін болам. Достар, енді сіздер сұраған сериалдар жоқ болса, онда кешіріңіздер. Өйткені достар, енді сіздер көбілеріңіз мен сұрап жатсыздар, осындай түсір, мынандай түсір деп жатсыздар. Бірақ енді мен осы видеолардың, сіздер сұраған видеолардың арасынан осыны таңдаған боладым. Бірақ сіздер сұраған видеолар тоже түсіретін боламын, оларды келесіде. Ал достар, сіздерге енді бұл сериал ұнайды деп ойлаймын. Және достар, обязательно мен сіңлімнің каналына тіркеліп кетіңіздер. Және достар, сообществоға всегда кіріп жүріңіздер. Өйткені мен ол жерде күшті нәрселерді айтамын. Сондықтан достар, пожалуйста, кіріп жүріңіздер. Мен мысалы біреуге пиар жасасам да, пожалуйста, достар, кіріп жүріңіздерші. Және де мен сіңліме тіркеліп лайк басып кетіңіздер осы канал мен туған сіңлімнің. Ал достар, сіздер бұл видеоны бастамас бұрын лайк пен подписканы ұмытпаңыздар, және колокольчикті де басып кетіңіздер, комментарийлер жазыңыздар. Ал біз видеомызды ұзаққа созбай бастаймыз. Кеттік. Той, неге маған бәрі тиісе береді? Уже шаршап кеттім ше. Менімен ешкім де дос болғысы да келмейді. Біреу сыртта жылап жатқан сияқты ше. Жоқ, жылап жатқан жоқ шығар. Біздің есік алдында кім жылайды десін. Ой, мен барып келейінші, телевизордың көріп отыра берсін. Кім екен ол өзі? Барып келейін. Ей, Айзере, қызым, не істеп отырсың? Неге жылап отырсың? Саған кім тиісті, айтшы? Айзере, не болды саған? Қызым, не болды саған? Жүр үйге, сөйлесеміз. Ей, Айзере, қызым, саған не болды? Неге жылап жатсың? Білмеймін, маған да өзі айтпай отыр ғой сол. Қызым, келіп отыршы, сөйлесейік. Кім тиісті саған? Бәрін айта қойшы, қызым, өтінемін. Шындықты айт тек саған. Жарайды. Қалай айтсам болады екен? Мектептегі қыздардың бәрі маған тиісе береді. Маған буллинг көрсетеді үнемі. Араларына мені қоспайды. Мені үнемі кемсіте береді. Не істеймін енді мен? Қызым, осының бәрін маған айтпайсың ба? Ертерек маған айтқанында басқа мектепке ауыстырар едім. Кім ол? Жанар солар ма? Я. Сен маған айтып едің ғой, ол менің жан досым. Менің қасымда бір досым бар деп. Мен оның бәрін өтірік айттым. Неге өтірік айтасың маған? Сен бәрін маған шындық айтам деп өте берген едің ғой. Келесіде шындық айтмақ ма? Мен сен жаңа мектепке ауыстырамын. Мына апайларға осы мектепке жалап түсіремін, өте жаман. Мен қазір оларға звондап бәрін айтып тастаймын. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе, сізге не болды? Қалайсыз? Жақсы. Менің қызыма неге қыздар араларына қоспайды? Және де менің қызымды биліктесе береді екен. Және де менің қызыма буллинг көрсеткен. Қандай вообще ужас мектептегі нау? Мына қыздар вообще ужас болып кеткен. Неғып менің қызымды араларына қоспайды? Мен ондай еш нәрсені білмеймін. Сіз енді осы мектепте қадағалап жүрмейсіз бе, жетекші болғандықтан? Бүкіл нәрсені біліп, сіз араларына қосып жүрмей ме ол қыздарды бір? Мен ауыстырамын. Қалай ауыстырасыз? Бұл Айзере үздікке оқитын осақ қой менде. Білмеймін мен, қойындар болды. Бұлар да бір. Нервматив бұлар да бір. Менің қызыма десіп көреді бұлар әрі. Болды, мен бәрінде ұрысып бердім. Қызым, мен маған бүкіл нәрсені келем. Мен сені жаңа мектепке ауыстыратын боламын. Сен жылама мақма.
бүгіннен басып жаңа мектепке ауыстырамын мен сені. Ертеңнен бастап жаңа мектепке баратын боласың. Жарайды, мам. Енді әрқашан шындықты айтамын. Аха, болды. Бар, киімді ауыстырып кел, шай ішеміз. Келесі күн. Так, тез мектепке барайын мен. Бүгін жаңа мектепке барамын, өте қуанып тұрмын. Так, киімді киіп алайын. Мына жақта өте күшті достар тауып алатын шығармын. Так, барайын мен. Так, мамаларымға пока деп алайын. Шумка мақты мен өзі. Так, мына шкафта көрейін. Мені нақты түрген ғой, алып алайын. Мен кеттім. Тоқтай тұр қазір. Сау бол. Жақсы оқып қайт, қыздармен тауып ал өзіне достары. Жақсы, мама, сау болыңыз. Пока, мен кеттім. Давай. Жолың болсын. Ағай, біз сыймай қалдық қой. Ой, орын жетпей қалды ма не? Я, жетпей қалды. Жарайды, тұрып тұра беріңдер шынаяға. Бір жерге, любой бір жерге тұрып тұра салыңдар. Сабақ ашын, уже 40 минут, жарты сағат ашын, жарты сағатта тұрасыңдар да, сосын кетесіңдер ғой. Болды, үстіп тұра салыңдар. Сабақ өтем, сосын болды. Мына жер өте әдемі. Мынау кімнің шкафтар екен. Ашып көрейін бәрін. Өте күшті ғой мына шкафтар. Бірақ ақтырып бәрін ашып ақтырып қойдым ғой. Ладно, ешкім көрмесе болды ғой тер. Мына жақта шығар мүмкін. Қатты қорқып тұрмын, қобалжып тұрмын. Менің новый сыныбым қандай болады екен. Барып кірейін. Сәлеметсіз бе, мен жаңадан келген оқушы едім. Кіре ғой. Сен туралы маған апайым ешнәрсе айтқан жоқ еді. Бізге айтқан. Жаңадан қыз келген деген осы қыз келді ғой енді. Болды. Қызға орын берсеңдер тұрыңдар біреулерін. Новизге ғой енді тұрмайтын жер. Енді бізде стол жетпей жатыр, сондықтан осылай отыра тұрыңдар покорты. Жарайды, қайқа отырайын? Сен әсем тұра тұр, я? Атың кім сен? Әзіре. Әзіре отырсын. Мен тұрып тұрам ба? Ой, жазақ сағат тұрасың ғой. Рахмет. Той бірші. Бүгінгі тақырыпты түсіндірейін енді. Сабақ біткен соң. Мен тақырыпты түсіндірдім, енді үй жұмысында бердім, түсінікті шығар сендерге. Ал сау болыңдар. Сау болыңыз. Қоңырауға шығып келейін. Қыздар, маған жаңадан келген қыз вообще ұнамады. Бір түрлі кринж ғой анау ашыда. Сол ғой, вообще бір түрлі. Осы бесеуміз әдеміміз ғой, я. Ана қыз вообще шашын боямаған да ғой. Төртеуміз вообще боябағамыз шашымызды. Сол ғой, вообще бір түрлі. Ана қыз еще басқа мектеп форма киіп келген ғой. Ерекше, өзін ерекше сезіне ма? Сол ғой, еще шашы бір түрлі. Вообще, бесеуміз кеде, ұнамай тұрған ағыз. Арамызға лучше қоспа қойық. Сумкасын қоя салайық, бәлеқор болып жүрмесін. Ішінде не бар екен? Енді кітап әкелмеген ғой. Ладно, тұра берсінші. Ой, бір. Так, кеп қалып, бәлеқор болып жүрмесін. Достар, осымен менің мектептегі бөлінек атты сериалының бірінші бөлімі аяқталды. Екінші бөлім күтіңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз осымен видеомызды аяқтайтын боламыз. Всем пока!